Қайырлы күн достар, сіздермен Аяжан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бір қамырдан 2 пирог әзірлейтін боламыз. Карамельный және творожный. Видеоны соңына дейін қарап, маңызды жерлерін жіберіп алмаңыздар. Алдымен қамырымызды әзірлейміз. Електен өткізілген ұнымызға бөлме температурасындағы сары майымызды араластырып, крошки жасайтын боламыз. Жақсылап ұн мен сары май біркелкі болып араласуы қажет. Егер де мұздай болса, үккіштің көмегімен үккіштен өткізіп жасасаңыздар да болады. Қантымызды араластырамыз. Қопсытқышымызды салып, және де жұмыртқамызды салып, песочный қамырымызды әзірлейтін боламыз. Заттардың мөлшерін описание бөлімінде қалдыратын боламын. Енді тоңазытқышқа бір жарты сағатқа салып қоямыз. Осы уақытта біз салмасын әзірлейтін боламыз. Алдымен творожный пирогтың салмасын әзірлейміз. Сүзбемізге қаймағымызды саламыз және де 2 ас қасық кукурузный крахмал саламыз. Кукурузды крахмал салсаңыз да, салмасаңыз да болады, және де 1 жұмыртқа салып, блендерден өткізетін боламыз. Қант саламыз. Блендерден өткізіп, салмамызды әзірлеп қоямыз. Енді осы уақытта песочный қамырымыз мұздады. 24 сантиметрлі, диаметрі 24 сантиметрлік формамызға қамырымызды орналастыратын боламыз. Егер де менің видеом ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Алдағы уақытта жеңіл, оңай рецептермен бөлісіп отырамын. Мінекей қамырымызды біркелкі етіп орналастырып, кейіннен вилканың көмегімен осылайша басып шығамыз. Қамырымыз қатты көтеріліп кетпес үшін. Творожный массамызды құйып, осы уақытта духовкамызды 180 градуста қыздырып қоямыз. Қызып тұрған пеште 30-35 минутта пісіріп алатын боламыз. Шеттері қызарып бастағанда аламыз және де суға 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Келесі кезекте екінші қамырымыздан карамельный пирогымызды жасаймыз. Барлығын біркелкі етіп, қамырымызды орналастырамыз. Енді карамельді массамызды дайындаймыз. Оған бізге қаймақ қажет болады. Және де
вареный сгущенка. Вареный сгущенканың міндетті түрде қою түрін алыңыздар. Сұйық түрі дұрыс болмай қалуы мүмкін. Және де жұмыртқа саламыз. Жақсылап біркелкі етіп араластырып. Кукурузды крахмал саламыз. Крахмал міндетті емес. Тестамызға құйып орналастыратын боламыз. Бұл кезде де духовкамызды 180 градуста 35-30 минут пісіріп алатын боламыз. Мінекей пирогтарымыз дайын.